Сен нешінші рет келіп тұрсың? Екінші рет маған мынандай берген. Бұндай стикер екінші рет келген қонақтарға беріледі. Екінші рет келген. Маған бермейсіңдер ма сонда? Келесі жолы келсең мен саған дайындап қоямын. Ой, қойшы, алмайым мен. Үшеуміздің арамыздағы біреуіміз есепшотты жабу керек. Қайсымыздың төлегенімізді қалар едіңіз? Бұл мен үшін өте қиын сұрақ. Джейди төлегенін қалар едім. Ол кезде мен қобалжыған едім. Соны айтам, сен ойда жоқта келдің ғой. Бірақ сендердің реакцияларың. Біздің сахнадағы реакциямызды айтасың ба? Мен мына жақта сыртта ойланып тұр едім, қалай шықсам екен, көп уақыт бойы сахнаға шықпаған едім деп. Мен өзімше күшті болып шыққым келген. Бүгін тағы достарым келді деп таң қалдыруға дайындалып тұрған кезде, шығып бара жатып әнді айтып жатыр едім. Мұна екеуінің реакциясы. Кенпионның сән үлгісін қалай бағалар едің? Бүгін екеуміз ұқсап тұрмыз. Саппороға бір жерге барған кезде Шри-Ланка не еді? Ол жерде Шыңғысхан деген жер болатын. Жапонияның Хоккайдо өңірінде орналасқан. Сол жерге қолтаңба қалдырып жатқан болатынбыз. Бірақ Жиди ағамыз өте дәмді Шри-Ланка демесі бар ма? Және ол сол жерде әлі күнге дейін сақталған. Шынымды айтсам, осы шоу болмағанда мен қыздарды қайдан көретін едім? Соны айтсайшы. Осы бағдарламаның арқасында UK'ді де Oh My Girl'дың қыздарын да көрдім. Олармен энергия алмасам ғой. Неге біреумен көрісе қалсаң кездесіп жатыр деп санайды? Сол, мен де соны айтам ғой. Неге бұрмалай жөнелесіңдер? Иә, мен де соны айтам. Жай ғана жүздесуге болады ғой.